Біз әлі осы Алматы қаласында Барыс базарындамыз ғой. Енді қазір бүгін кішкене жағдайлар жақсылау, жылдар жаңалау көліктердің қатарына келдік. Қазір бүгін жалғастырамыз. Бағаларды бірге көрейік. Өзгеріс бар ма жоқ па біз де білмейміз. Қызық болып тұр. Сіздер жазып отырыңыздар. Өзгеріс бар ма екен бағаларда? Ал кеттік бастайық. Машинасынан бастаймыз. Көрсете берейін, Нивада бізде көп көрілген жоқ қой Нивалар. Нива вообще көрсеткен жоқпыз. Нива ма өзі? Кешеге де алдыңғыда Лада дейді ғой. Нива Ладаның баласы ғой. Папасы ма емес в общем. Әкесі ма? 5 миллион 500. Ал дейді 75 мың ғана жүрілген. Телефон нөмірі мынау. 2021 жылға 2021 қалай жаңа болып санала ма? 5 жыл. 75 мың ғана жүрілген тек қана 5 жылда. Менше жақсы сияқты. Бұл да Тау-Таусқа барады. Жылына 25 мың жүрген. Солай ма? Бұл да биіктерге жүре алар ма қалай өзі? Вот. Бірақ Mitsubishi-лер, Объем нешеде? одан да жақсы ғой, круиз. Алдында да круизлерді көрсетті. Круиз көйіп кеттім ба, деді 2011 жылғы 3 миллион 100 қызыл круиз екен. Ал жағдайы осы. Біз енді бүгін тез көрсетуге тырысайық күлеке. Мына қызылда Ауди көп сөзден гөрі. Ауди. Қып-қызыл екен. 92 жылғы объем 2.8 автомат, бағасы 2 миллион 800 дейді. Телефон 747 323 54 32. Түсі ерекше екен, мына көліктің де, мынаның да. Екеуі бір адамдікі ау? Әдемі түстер. Ерекше түсті жақсы көретін. Сондай машина жинаған ғой кезінде. Мұндай түс дейтін өші. 2002 жылғы дейді, бағасы жоқ екен. Салатовый түс деген осы ғой екен. Қандай түс өші негізінде? Салатовый шығар? Көк па, қызыл ма? Қандай айтшы ал? Қара. Жоқ, шынымен де айтшы. Шынымен де айтам. Түстерді садастыратын бір әдетің бар ғой негізі. Мынау қандай, мынау қандай түс? Шынында айтшы. Жасыл. Жоқ, шынында айтшы. Көк. Арасында шынымен де көк кетеді. Көкте дейтін жасыл дейді, жасыл дейді, көк дейді. Мектепте дұрыс оқымай қалған ба не? Мектепте оны үйретпейді ғой саған. Үйретеді ғой түстерді кішкентай қаласына. Бірінші класста ғой, нөлевойды үйретеді. Қой, мынаны ақтып келейін. Қайда, давай. Давай, көп сөзді қойып машиналарды көрсетейікші тез. Шын айтып тұрмын. Енді шын машинаны қарап жүр қой енді дұрысын. Түсі өте керемет екен, әппедем. Да? Иә. 2002 жылы дейді, 2 миллион 200 дейді саудасы бар дейді, ал? Нормальный машина емес па? Дұрыс айтасың. Түрі де әдемі. 2002 дейді ол күлеке. Жоқ, ол айдалмаған шығар, может дұрыс қайдан білесің? Несі қайда жүрген? Гаражда тұрған шығар. Жүрсін жазбаған екен. Ондайда болуы күтіп дейтін адамдар болады ғой. Иә, болуы ондай дұрыс айтасың. Машина іздеп жүрген адамдар болса, мен осыны предлагаю қарауға, ұстап тұрып. Мен құсап, теуіп қарап, секіріп қарап, мініп қарап. Сен айтпашы, қарайтын әдеттерің көреді ғой, күшті. Өйстіп. Теуіп қарадың енді, секіріп қарашы ал. Қалай секіресің? Ішіне мініп алып секірейін ба, сырттан Ой, тұрмай, күлекен бастап берсең болды ғой. Сөйтеді енді. Ішкі жағдайым ал. Сыртынан қараған томпи өппеден болып тұр әйтеуір. Жақсы екен. Сіздік ма? Иә, болды, түсіндім. 2 миллион негізі осыны алуға қарауға болады. дейсің бе сонда? Иә, қарауға болады. Жарайды. Мынау ше, Ауди 2004. Мына күн тағы. Күн шыққан жақсы ғой адам ғой. Загар береді ол күлеке. Іші мынау жағдайы. Кім деген бұл өші? Не деген? Ауди екен ғой. Ауди A6. Кезінде хит болған көліктер ғой да. Ауди A6 деп бәрі. Мені жүрді ғой. Иә, сондай болды ғой енді. YouTube қой, YouTube'қа түсіп жатыр. Ал осы Ауди A6-ның бағасын айттық па? Сен айтқан жоқсың мен өкіліке. Мен түсіп жатқан сен зұпылдатып айта берсейші. 3 миллион. 3 миллион сұрап тұр екен 2004 жылға. Объем 2.4 механика. Мынау ағай машинасы қазір келіп отыр деймін. Мынаған тоқтап тұрып қарап жатқаным себебі машинаның жағдайы дейтін өте жақсы сияқты. Дауысы деген сыбырлап тұр ғой. Да, ой машинадан кейін біз. Ходовой да жақсы сияқты. Қазір ағайдың өзінен сұраймыз. Қалай екен, өзі айдаған машина сияқты үлкен кісі екен. Күтіп айдалған машина екен көрініп тұр да. 626 дейді. Аға, иә, багажын қазір көрейік. Іші мынау.
Ағамнан машина өзіңіз айдадыңыз ба? Көп жылдан бері? Көп жыл емес. Аха. 2 жыл айдадыңыз ба? Жоқ, негізі күтіп айдалған машина екен, былай Көріп тұрсыз ғой, машина көріп тұрсыз ғой. көрініп тұр, иә. Тың, иә. Моторын көреді, мотор. Мотор сыбырлап тұр, сол мотордың дауысын естіп қалып тоқтап түсіріп жатырмын ғой. Ысылдап тұр. Иә, көрдім ғой. Қадағойлары қалай, аға, жасап қойдыңыз ба? Бәрі жақсы, бәрі Да. Қанша сұрап тұрсыз? 3 миллион. 3 миллион сұрап тұр енді. Бағасы осы енді машинаның жағдайы енді жақсы екені көрініп тұр. иә, көрдім. 2001 жылғы мінекей телефоным мынау. Моторды түсінесіз. Иә, мотор міне. Бір жеріне шірік бір ештемесі жоқ. Тап-таза болып Екі тұр. мыңда бірінші. Сабаскөй, бәрі көрдің, бұлама ғой. Сабаскөй бұлама ғой. Тап-таза, тап-таза. Hı. Бәрін жасап қойған шығарсыз да, қадағойын бәрін. Иә, Со- родной краскасы. Родной краски. Соғылмаған, ұрылмаған деп тұрсыз ғой сонда. Мгм. Қаншаға берейін тұрсыз енді? Саудасы бар депсіз ғой. Қаншаға берейін? Алатын болса яғни Жақсы баға беремін деп тұр аға. Телефон қайталап көрсетейін ал. 2 миллион 700 дейді, одан да түсіреді. Мына нөмірге саудаласып соқсаңыздар, соғып қараңыздар. Мына машинаның аты қалай еді? Дамас айтпақшы, Дамас. Дамастар да қазір шықпайды. Бұлдай өте бензинді аз Саған бағасын неше екенін білесің бе? Неше? 4 миллион. А? 4. 4? Қойшы. Емей, кезінде осылар бар ғой, неше жыл бұрын? 3 жыл бұрын. Салонда бағасы 3 миллион болды. Білесің бе, бір рет салонға барып қарадық қой. Иә. 3 жыл бұрын ол. Ну не 4 миллион қойған? Қазір жоқ қой бұлар, шықпайды оған. Жоқ болса да бұнда бұнымен сәйкес басқа машиналар бар ғой. Именно дәл осы керек. Китайскийлер да. 4 миллионға. Негізінде дұрыс айтасыз, мынау қай жылғы? 22-ші жылғы. Сол 22-ші жылы соңғылар шыққан шығар сол. Деп Сонда ойлаймын. да Иә. қымбат. Не көрсетесің? Мынаны айтып кетші, Nissan. Кім бұл? Мынаны қаптап қойған ба? Шынымен Сол де қаптап сияқты. қойған. Қаптап қойған түсіп жатыр ма? 2003 жылғы. Сразу бағасын айтып көрсетіп кетейінші, айналдырып көрсетіп керек емес сияқты бұны. 3 миллион 700 телефоным мынау. IBM 300, газде бар, бензинде бар, автомат, ABS, GUR дейді. Тағы да. Мына не Қандай? тұр? Мына жерге неге тағы көлденең машинасы бар шығар, әкеліп қоятын. Қазір келе жатқан шығар жолда. Миллион 450. А? Миллион 450. Миллион 450. Мынау ше. Айта берме, айналдыра берейін. 99 жылғы бағасы 2 миллион 800, объем 2,4, механика дейді. Телефоны 78 064 10 07. Яғни Corolla көзіме түсіп тұр. Қайсы? Қарайықшы мына Corollaға. Аққа ма? Қанша екен, иә. Алыстан көріп Дарылдап тұрған. отырмын. Бұл Corolla қай жылғы екен не? Қазір көрейік. Ой, ақпарат жылын жазбапты ғой. Қай жылғы? 2009 дейді, есі үш жүр екен. Бағасы қандай? 3,5 сұрап тұр. Ана кіреберісте воротаның алдында балдар сатып тұрады. Бар шығар, балдар Жүретін еді ғой, кіреберісте тұрады. жүрдің Ана ғой? жақта кіреберісте тұр әйтеуір. Ценник па, баға жазып қоятын. Мінекей нелер шыға бастады, Toyotалар шыға бастады. Қазір алдымызда Toyotаның көкесі бар, көз аштырмайды. 4 миллион 400. 2008 жылғы. Мінекей. Салыстырып отырып, өздеріңіздің машинаңызбен салыстырып отырып, қарап отырыңыздар, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Бағасы Кеше ма бір тап осындай хабарласып көрсетіп отырыңыздар. Кеше ма осындай тап осындай көрсетіп еді? Бүгін емес пе? Бүгін ба, кеше ма? Бүгінгі видеода ғой. Мінекей. Нива деген, Жива деп оқып, мә, Жива деген жат екен деп айтсам. 2 миллион 800. Жоқ, андай. Живой бірдеме деп айтқысы келді ма деп, не айтқысы келді екен деп қарайын деп тұрмын. Живая машина деп па? Не тұрқалдап көрсіз, прикол ұстап. Қазір өзі жүріп кетеді деп. Қасына жақындама деп қойды. 2006 5 миллион дейді. Газ, бензин бар дейді. Ал. Жағдай осы. Жақта кімдер бар? Мерседестер басталды ғой міне. Бәсе Мерседестер қайда кетті? Алматы бәрі Мерседес қой. Міне аппақ Мерседес мен мұнда алып тұр. 2003 жылғы. Аппақ Мерседес. Негізі Мерседес әдемі ғой. Өке.
Может BMW аламыз дедің ғой сен, сол BMW-ні Mercedesке ауыстырамыз. Бірінші алып алсайшы, қазір қайсысын ауыстыратынын көреміз. Жоқ, сразу біз BMW X5 деп жүрсің ғой сен. Иә. Соны может Mercedesке Мерседес айдаған келіп тұр ма? Иә, Mercedestер әдемі қаршыш. Алыстан мен мұнда алып тұрады. Қара түсі жақсы, маған ақ ұнамайды. Жоқ, мыналар ескі ғой. Новыйларын көрсең, вообще шатырын Новыйдың кетеді ғой, қасына апарып айтсаң, ойланып қарайық. Болды, барамыз онда, салонға барамыз. 6 миллион теңге 2003 жылға. Ал. Негізі мен сатып кетпейтін едім. Сол мен трейнд түсінбе, не BMW деп. Сатпайтын едім Не негізі. Mercedes деймін, бөлек мен BMW дейді. Мына жердің бәрі Mercedes, көрдіңіздер ме міне? Міне. Көрсетеміз бе бәрін? Білмеймін. Қой, Бір екеуін көрсетшейші бағасын. мыналарда бағалы жоқ, ақпарат жоқ. Не жасылды көрсетейік жүр. Жасыл Mercedes'тің бағасы жылы 95 деген. Бұл 95 гүл. Үлке. 3 миллион дейді 95 жылғыны. Ой. Алам десеңіздер, машина деген осы. Бұрында баға түседі деп айтып жатқандар қайда алып түскені? Баға көтеріледі. Қытай қаптайды. Қытайдың бағасы төмен болады. Бұл баға деген көлігін аласыңдар. түспейді ешқашанда. Бірақ енді қатты көтерілмеуі мүмкін де алуды жеңілдетеді да. Жаңа машиналар ғой. Жаңа машиналарды алуды жеңілдетеді. Ертең шарбаққа әкеліп беретін болады. Оны десең мә деп. Не соға тұрмын? Жоқ, қарайын деп еді. 95-тің бағасы 3 миллион деп айттық жаңа. Кеттік пе? 3 миллион деп айттым деп қоям, қанша дедік? Баға жазылмаған екен ғой. Бұл қатардың да шетіне келдік. Қазір келеке қайсысын көрсеткім келді. Көңілі ұнағанын көрсетті. Сосын бітірейік. Білмеймін, Кияны көрсетейік. Кия өше көрсеткен жоқпыз біздер. Kia Ceed деймі? 2014 жылғы. Ал келеке аржағын айта беріңіз. Kia Ceed дейді. 2014, объем 1.6 бензин, автомат, 4 миллион 600 саудасы бар. Телефон 777-717-29-29 дейді. Іші жарқырап тұр екен не? Бай нормально екен түсі, сырты. Бағасы неше деп едің? 4 миллион 600. 4 миллион 600? Ай, білмеймін. Жақсы кеттік анда. Енді? Берет жер, может? Түсіреді ғой, саудаласы оғады ғой. Мына көрші. Nissan көрші. Нөр ерекше, не машина? Не мынау? Бір дейді ғой. Бір деп тұр, е? Қызық машина. Бір деген машина. Ваф дейді. Ал, айта беріңіз. RAV4 деп қойын ба? 2012 жылғы екен, объем 1.6 автомат, 2 миллион дейді ғой тастай. Телефоны 700-454-49-84. Достар, давайте біздерге машиналарыңызды, көліктеріңізді тез сатқыларыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар, TikTokқа шығарамыз. Сразу өтіп кетеді машиналарыңыз ғой, звонок болмайды тез. Енді манағыдай бізге тіркеліп, лайк басып, бәріне таратып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар.